Доктор Бейкер құрысқан саусақтарын қызметшісі сындыра жазып жатқан кезде есін жиды. «Мырза, мен дәрігер шақырттым, қазір жетуге тиісті», деді абыржыған қызметші доктордың жүзіне үрейлене қарап. Доктор Бейкер қалтасынан орамалын алып, тер бұршақтаған маңдайын басты. Басын салбыратып ойланып отырды да, «Дәрігердің қажеті жоқ, қайтара сал», деп қызметшісіне шығарып жіберді. Доктор мелшиіп ұзақ отырды. Талма ауруына ұшыраған адамдар есінен айырылып оянғанда мидың қайсыбір бөліктеріне жаңғыру процесі пайда болып, әлдеқашан ұмыт болған оқиғалар, ұсақ детальдар тіпті айы күні сағаты минутына дейін айқындалатынын ол бұрыннан білетін. Тап қазіргі ақыл ойындағы әлдебір жаңарған айқын елестер де сондай сәтке ұқсатты. Ол қалың топ кітаптың арасынан жабылып кеткен бір парақты іздеген адамдай уақытты кері сынап түгендеп жатып, кенет кілт тоқтады. Цивилизация әлемінің Нью-Йорктегі 100 қабат үйлер мен жарқылдаған жасау бұйымдардың өлшеусіз салтанатпен дабыра қошеметтің әлемге әйгілі болған даңқ пен ғылыми табыстардың талантына бас ұрған сансыз тобырдың ақ ұрған даурықпасының тағы сол сияқты өмірдің ойлауға мұрша бермеген әр түрлі алданыштарының астына әлдеқашан ұмыт болып, өлдіге саналған бір тіршілік әлдеқалай жан бітіп қыбыр еткендей болды. Және ол, о дүние мен бұл дүниенің арасы қашықтағандай алыста, тым алыста қалған тіршілік еді. Доктор Бейкер сол сәтте адам баласының ұзақ ғұмырында бір-ақ рет кездесетін, болмаса кездеспейді кете беретін айрықша тағдыр қалтарысына тап болғанын және ендігі ғұмыры осы қалтарыста байланыс екенін түсінді. Анасынан шыр етіп жерге түскенде әкесі оған Кияку деп ат қойды. Әкесі Чоро осы төңірекке әйгілі бақсы болатын, бірақ көп ойланып жатпастан әшейін Кияку дей салды. Өйткені атта тұрған түк жоқ деп ойлайтын. 3 жасқа дейін қалай өмір сүргені Киякудың есінде жоқ. Әйтеуір осы мекендегі көп баланың бірі болғандықтан ол туралы жобалап былай деуге болар еді. Кияку атам заманнан Араку тайпасы мекен еткен ағысты Лай өзенінің жағасында төбесі банан пальма жапырақтарымен жабылған қаракөлеңке лашықтың ішінде қызыл шақа күйінде дүниеге келді. Үй ішіне қосылған екінші баланың қуанышы, тойы, ырым салты әсіресе дабырасыз әдеттегідей бір келкі салтанатпен өтті. Одан кейін Кияку өзге сәбилер секілді емшек іздеп жылайтын болды. Шықылықтап күлетін болды. Барлық сәбилер секілді ол да сүйкімді болды. Оны көбіне естияр ағасы арқалап жүретін. Арқалап жүріп, ұзақ жолдан оралған балықшылардың алдынан шығатын егістікке жеміс теріп жүрген әйелдерге баратын. Шешесі Киякудың өзін танып, ұмытылғанына қуана мәз болатын. 2 жасында оны көрші үйдің өзімен жасты бұйра бас қызымен аттастырып, аймақтағы лашықтарға лақтырып, жоралға жасады. Өстіп Кияку есін білді. 3 жастан былайға өмірі оның жадында үзік-үзік елес күйінде, үрейлі я қуанышты болмаса, түсініксіз келте сәт күйінде, одан кейін бір келкі жүйелі тіршілік, ұзын сонар оқиға, қат-қабат қақтығыс харекет, уайым, бақ дәулет күйінде тұтас сақталыпты. Киякудың туған жері Ақпа өзеннен қол созым жердегі қалың ағаш төбесінен сүмбідей шаншылған күн сәулесінің арасымен сүрлеу қуалап ашық алаңға шыққанда бір-ақ рет көрінетін лашықтар тізбегі тін. Өзінің бұл қабаты қалыңға кеулеп енген шығанақ тәрізді жайылымда тұс иірімге ересек балалар ау құрады. Таспақа аулайды. Ағыс айдап шыққан ұсақ балықтар кейде жалпақ тұмсық текунастерден күлгін пиндастарда балдар арасынан жондары жылтырап көрініп тұрады. Бірақ неге екенін белгісіз, үлкен кісілер балық аулауға
2-3 күндік алысқа кететін, кейде одан да көп бірнеше күнге жоғалады. Ақырында ағыс бастауынан көңілді қиқу естіліп, балалармен бірге жарыса жүгіріп, найза қорап ауға оралған, балық арқалаған, ұзындығы кісі бойынан астам қызғылт таңбалы зілдей пиракурды 4-5 әрең көтеріп келе жатқан балықшыларды көргенде таңғажайып бір шат сезім бойға тарап, бақытты қылушы еді. Балалар маймылдарша шу-шу етіп, секіріп, бір-бірімен алысып, лашықтарға жеткенше мейрам күнгідей думандатып келетін. Бұл кезде алаңға жұрттың бәрі жиналады. Шалдар да, кемпірлер де, бала көтерген әйелдер де, найза лақтырып күресіп жатқан жастар да, іңір түспей отты қоршап темекі түтінін бұрқыратып, күндізгі жақсылық рухын шығарып салып тұрған бақсылар да шаруаларын тастап, балықшыларды қарсы алады. Ымырт меңдеп қараңғы түседі. Жын-перілер жайлаған түн баласына лашықтан шығып қам ойлайтын тірі жан некен саяқ. Кияку аспалы төсегінің үстінде ет бетінен жатып, әкем қашан келеді дейді. Оттың түбінде жеміс тазалап отырған шешесіне, содан кейін ертең дейтін жауабын күтіп үндемей қалады. Ертең дейді шешесі. Кияку бір бүйіріне аунап түсіп ертең дейді ішінен. Көз алдында темекі түтінін бұрқыратып, шөп қайнатып отырған әкесін елестетеді. Әкесі басына бақ қонған көріпкел тәуіп адам. Қаршадайынан әлде бір сиқыршылар тайпасының арасында өсіп, бақсы балгерліктің сырын ұғыпты деседі. Сондықтан оған бүкіл аймақтағы жараланған аңшылар, дертке шалдыққан, қарғыс дұғасы атқан ғәріптер, тіпті күйеуін қызғанған әйелдерге дейін келіп шипа тілейді. Бірақ әкесі Тәңірі жолына берілген тақуа адам болғандықтан от басында отыруы аз. Жаңбыр тасқыны басылысымен арқасына дорбасын асып ағаш жапырағынан жасалған қайығына отырып ұзақ сапарға аттанады. Қалың орман тау тастар алап, дуалы дәрі жасайтын шөп жапырақ тамыр іздейді. Тек толық ай мейрамына бір күн қалғанда тойды елмен бірге өткізу үшін қайтып оралатын. Одан тағы кетеді. Кияку дейді шешесі мұны ұйықтамай жатқанын сезіп. Кияку ұйықтап жатқан боп көріну үшін дыбыс бермейді. Шешесі жанына келіп, шашынан сипайды. Кияку басын көтеріп, шешесінің таңғажайып рахат сезіміне бөлейтін мейірбан мұңды көздерін көреді. Ұйықта дейді шешесі шашынан еркелете жұлқып. Кияку екінші бүйіріне аунап түседі. Қашан келейді дейді ішінен. Ертең. Толық ай мейрамының қарсаңы қашан да қарбалас. Күн көтеріліс тайпа көсемі, аяру бақсылар мен кәрі шалдарды жиып алып, бөренелер қойылған алаңда кеңес өткізді. Сайыс жарысқа дайындалып жүрген жастардан басқа еркек атаулы тіпті балаларға дейін денелерін бояп, маска жасап, әйелдер нам пісіріп жеміс шырыннан сусын дайындап, той жабдығына кірісуде. Анда-санда лашықтар ішінен сыбызғы үні естіледі. Кияку Сариді шақырды. Тамақ ішсін. Бір топ баланың ортасында үйілі құммен ойнап отырған Кияку үн-түнсіз орнынан тұрып, кішкене қолдарын баяу сермеп, жалғыз аяқ жолмен жағалауға қарай жүрді. Ағасы Сари сонау айғай-шу шығып жатқан тұста ойын сауықтың ішінде жүр. Қазір бұлардың бөлек шеткі үлкен лашықта бойдақ еркектермен бірге тұрады. Өзіне айттырған қызды менсінбей, басқа қызға үйленем деп бұрын да бірнеше рет бағын сынаған. Бірақ көрер көзге елден үздік шығар ештеңесі жоқ. Қарапайым талдырмаш жігіт, аңға балыққа бармағанда ешбір ерлік көрсете алмағасын тайпа көсемі үйленуге рұқсат бермей қойды. Енді ертеңгі бәсекеге түсіп, тағы бір рет бағын сынамақшы. Кияку қаз-қатар тұрып кезекпен найза лақтырып жатқан жігіттердің қасына келді де, келген шаруасын ұмытып кетіп біраз тұрды. Ақ шағала белгісімен боянған ұзын бойлы жігіт, саған не керек дегенде барып есіне түсті. Ағамды шақыршы деді. Сари деп айғайлады. Ұзын жігіт
Қауырсын қалпақ киіп, белдігін қызылмен бояған Сари найзасын көтеріп, оңтайланған күйі Киякуге бұрылды. «Не? Тамағыш!» Сари жүгіре түсіп, найзасын жіберіп қалды да, жерге қонған құстай қолын жайып, жалғыз аяғымен секектей найза түскенше қадала қарады. Содан кейін жалт бұрылып, лашық жаққа жүгіре жөнелді. Шіркін, Сари үйленуге рұқсат алса деп ойлады жолай Кияку. Өйткені ол үйленсе, әкесінің де шешесінің де қуанатынын олар қуанса, өзінің де қуанатынын жақсы білетін. Кияку лашыққа кіргенде, шешесі мен Сари ертеңгі тойдың басы қылып отқа пісірген балық пен нан мен тәтті сусын ішіп отыр екен. «Балам», деді шешесі Сариге қарап, «өзіңді өзің қинамай, осы азабыңды қойсаң қайтеді?» Сари наннан 2-3 рет қауып асады да, түйіліп қалмас үшін сусыннан қылқ еткізіп бір жұтты. «Сари, Тоумені жақсы көреді», деді. Сари Тоумені жақсы көреді, деді. Содан кейін сусыннан тағы бір жұтты. «Саған бәрібір рұқсат етпейді, Сари Тоумені жақсы көреді. Сосын ұмытып қалмайын» дегендей, тағы да «Сари Тоумені жақсы көреді» деді шығып бара жатып. Түс ауа 5 күндік сапардан оралған балықшылардың қабылдау салтанаты болды. Сыбызғы үні күшейіп, тойдың асынан дәм тату үшін еркектер далаға шыққанда салт бойынша оларды көрмеу үшін әйел атаулы бірі қалмай лашықтарына енді. Еркектер асықпай тамақтарын ішіп болып, маскаларын бітіріп, оларды уәде лашығына апарғаннан кейін ғана әйелдер сыртқа шықты. Осы кезде тайпа көсемі, айыру бастаған топ көсемінің әйелі бала-шағасын жақын жұрағатын сырнаған сыбызғы үніне әдетке қосылып, лашықтарды айналуға кірісті. «Қасиетті періштелер рухы, бәрімізді желеп жебей көр, бәрімізді деп гүрілдеді ерлер дауысы. «Жебей көр», деді көсемнің ұл қыздары жіңішке дауыспен тымтырақай қосылып. «Сыбағамызға бөлген аңға толы нуың үшін, балық толы суың үшін, мыңда бір рахмет жаратқан ем, мыңда бір рахмет жаратқан ем» деп шулады жұрттың бәрі. У-шу боп қуанған балалар жүгіріп көсем бастаған топ қосылып кетті. Кияку қосылған бетте біреуінің қолынан ұстай алып еді. Көсемнің кіші қызы Кумба екен. Жымиып Киякудың саусақтарын ақырын қысып қойды. «Қасиетті күннің нұры, жұртымызға пана болған, сенен асқан құдіретті ешкім жоқ» деп әндетті Кумба Киякуге қарап. Содан кейін күліп жіберді де, шешесі мен Киякудың қолын ұстата салып, өзі топ ішіне еніп кетті. «Аңға толы нуың үшін, балық толы суың үшін, мыңда бір рахмет». Көсемнің әйелі әлден соң қолында келе жатқан қызы емес Кияку екенін көргенде керемет таңғалды. «Қызым қайда, жаратқан-ау, мыңда бір рахмет» деп әндетті Кияку жауап ретінде. Сыбызғы үндері көбейіп күшейіп кетті. Соңғы лашықта айнала бергенде біреу Киякудың қолынан ұстай алды. Қолы өзінің қолындай кішкентай екен. Жалт қарағанда күліп тұрған Куманы көрді. Екеуі түк себепсіз сықылықтай күліп, кәде лашығына жеткенше қол ұстасып бірге келді. «Кумба», деді Кияку. «Кияку», деді Кумба. Сосын Киякудың жалбыраған шашынан ақырын ғана жұлқып қалды. Ұзамай ымырт жабылып, әйелдер мен балалар лашықтарына кірді. Бірақ ән мен әуен тоқтаған жоқ. Сыбызғы даусы ертеңгі нағыз ұлы мерекенің таяп қалғанын сездіргендей, тынымсыз безілдей түсті. Кияку аспалы төсегінің үстіне көзін жұмып ойланып жатыр. Ұйықтап қалмас үшін анда-санда көзін ашып, қозғалып қояды. Бүгін әкесі келуге тиісті. Ұзақ жолдан қайтқанда қалайда толық ай мейрамына ілігуші еді. Неге жоқ? Неге? Қайда жүр? Әлде бір жерде? Кияку қабағын қатты тыржитып, әрі қарай ойламауға тырысты. Бар бәле, ойлағаннан дейтін әкесі, ойламасаң түк те болмайды. Ендеше тек жақсылыққа жорып ойлау керек. Жердегі тері, төсеніш үстіне жатқан шешесі басын көтеріп, таяқпен қолмақтанып, шоқтарын ашып,
Лашық ішіне күңгірт жарық түсірді. Бір сарынды, сыбызғы әуені басылар емес. Анда-санда бірнешеуі жаппай қосылып, ырғақтарын жиілетіп құтырта ойнайды. Билеп жатыр дейді ішінен Кияку. Біраздан кейін құлағы үйреніп сыбызғы даусын сезбей кетті. Қолы қалай жұмсақ деді есіне Комба түсіп. Көзі қандай әдемі. Өзі неге күле береді? Аты неге Комба? Шешесі көсеуді жарқыраған қоламта жиегіне жатқызып, жылжып төсегіне барды. Қисайған жоқ, басын тізесіне қойып мүлгіп отырды. Қолы жұмсақ, неге күледі? Көзі неге әдемі? Кияку ұйықтап кеткенінен сөз сезген жоқ. Әлде қандай жағымсыз естілген сыбдырдан оянды. Лашық іші қап-қараңғы, сыбызғы үні естілмейді. Неге жылайсың? Жақсылық рухы мені тастаған жоқ, аман қалдым. Рух қашқан күні бәріміз де өлеміз. Кияку әкесінің даусын танып, жүрегі тулап қоя берді. Қуанғаннан қысылып, алақандары терлеп кетті. Сөйтіп жатып, шешесінің жылағанына таң қалды. Онысы несі? Неге жылап жатыр? Мыңда бір рахмет, деді шешесі тұншыға сыбырлап. Мыңда бір рахмет. Ақырын баланы оятарсың. Егер ол осы жолда өліп қалсам, әкемнің әруағы о дүниеде жолыққанда кетірмес еді. Шешесі үндеген жоқ, әкесі де тіл қатпады. Енді не айтар екен деп тыңдап жатып, Киякудың өзі де ұйықтап кетті. Кияку таңертең барабан мен ышқынған сыбызғы үнінен оянды. Лашықта өзінен басқа ешкім қалмапты. Далаға жүгіре шықты да, есік алдында құрғақ жапырақтар толтырылған тоқыма қапшық үстіне отырған әкесін көріп селк ете түсті. Денесіне сау тамтық жоқ. Жарақат бір қолы сынған секілді. Кендір жіппен мойнына асып алған. Кеңірдегін тіліп кеткен тырнақ ізі таулардай қызарып, қанды оқиғаның жақында ғана болғанын білдіртіп тұр. Әкесі әрең бұрылып, Киякуды көрді де, тақа деп ишарат білдірді. Бірақ үндеген жоқ. Қасына келген Киякудың арқасынан қағып бара ғой дегендей ым қақты. Бұл кезде нағыз той басталып кеткен еді. Еліктің, қабланын, шошқаның, түрлі құстардың бейнесіне маска киіп алған еркектер сатыр көтір билей жөнелді. Қым қиғаш, айғай шу, ән, күмбілдеген барабандар, безілдеген сыбызғы үні, алаңға әйелдер мен балалар да жиналды. Еркектер қызынып, ягур аулау биіне кірісті. Қара терге түсіп, ентігіп, лашық тұсына келгенде әйелдерден балық пен сусын сұрайды. Әйелдер мәз болып күліп, еркектерге балық, сусын және той нанын әкеп беруде. Кәде лашығының қасына барғаннан кейін жаппай би басталды. Қызылды, жасылды, қауырсынды, қалпақтары көздің жауын алған көсем бастаған шалдар тобы мен көрші тайпадан келген қонақтар алаңның ортасына мерекелік тамақтарды алдарына жайып салып, әңгіме дүкен құруда. Екі жас жігіт Киякудың жаралы әкесін көтеріп әкеліп, көсемнің қасына отырғызды да, Киякудың көңілін мақтаныш сезімін биледі. Шыдай алмай балалардың біреуі түртіп қалып, көрдің бе, менің әкем жаралы деді. Екіншісіне де, үшіншісіне де соны айтты. Көрдің бе, менің әкем жаралы, көрдің бе? Бақсы да селкілдей күліп, Саридің қолғабын шешуге кіріпті. Сари тағы да жалынышты үнмен бірдеңе деп еді. Бақсы онан сайын күліп басын шайқады да, тағы да би басталды. Бірақ Кияку билегісі келмеді. Бақсының Сариге рұқсат бермегені оған көрінеу көзге жасаған зорлық секілді. О күлген адамдардың бәріне ренжіді. Тіпті жылағысы келді. Сосын орнынан атып тұрып, лашық жаққа жүгіре жөнелді. Ішке кірген бойда төсегіне құлай кетті. Кияку күндізгі биден әбден шаршаған болатын. Сондықтан бақсыға да Сариді келеке қылып күлген адамдарға да өкпелеп жатып ұйықтап кетті. Түсінде үйлену кәдесі қайта басталыпты. Жұрт улап-шулап Сариге тағы да қолғап кигізіп жатыр. Кигізіп жатып бақсы кисең болды. Ештеңе демесең де рұқсат етеміз деп сыбырлап жатқанда ұқсайды. Осы кезде
Жұрт оттың басынан тұра қашады. Қолғап ішіндегі құмырсқалар Сариді шағып өлтіріпті. Шешесі шашын жайып оттың басында жылап жатыр. Енді бірде қаптаған құмырсқалар бүкіл елді қуып жүр екен. Кенет Кумбаны талап жатқан құмырсқаларды көреді. Жүгіріп келіп қолын ұсынады. Құмырсқалар Кумбаны тастай салып, оның қолына жабылады, талап жатыр. Қолы ауырмайтын секілді. Тек домбығып мұздап үлкейіп барады. Кумбаға қарап күліп қояды. Ештеңе жоқ, күлуге болады екен ғой деп ойлайды ішінен. Жоқ, болмайды, саған болмайды дейді бақсы бұған жүгіріп келіп. Неге болмайды дейді бұл. Кемсеңдеп, Кияку кемсеңдеп жатып оянып кетті. От сәулесі лашық ішінен жап-жарық қылып жіберген. Әкесі темекі түтінін бұрқыратып, шөп қайнатып отыр. Шешесі ыдыстағы дәрілер ауыстырып құйып жатыр. Кияку аунап түсті. Қолы астына түсіп, үйіп қалыпты. Дызылдап қан жүре бастады. Сари, әл жуаз ғой, дейді шешесі, кішкентайынан ауру болды. Тегі ешқашанда үйлене алмас. Біздің тұқымда үйленбей кеткен ешкім жоқ, дейді әкесі қатуланып. Біздің тұқым ажалынан өлмейді, кек жолында жаудан өледі. Жау қолынан өлмеген еркек емес. Өзеннің арғы бетінен шыққан дауысты кешкі тымық ауа қақпалдыдан мазақ қылғандай бірнеше рет қайталады. Бөрене үстінде отырған шалдар да күнделікті күш сынасуға дайындалып билеп жүрген палуандар да аңтарылып тұрып қалды. Садақ асынған 3 жігіт жылдам қайыққа отырып, арғы бетке жүзе жөнелді. Көп ұзамай олар қайтып оралды. Ваура тайпасының адамдары қонаққа келді, деді көсемге келіп. Жандарында ақ адам бар. Көсем лашығына кіріп, қауырсын қалпағын киіп, асыл тасты моншақтарын, қару-жарағын асынып қайта шықты. Содан кейін жиын өтетін алаңдағы көсемге арналған биік орынға отырды. Көп ұзамай қонақтар да келді. Бұл Киякудың ақ адамды өмірінде бірінші рет көруі еді. Күннің ыстығына қарамастан тұла бойын орап қаптап алған, көзінің алдында таңғажайып жылтыр бірдеңе киген Кияку оның көзілдірік екенін кейін білді. Ақ адам жайдары жүзбен, қаруы жоқ, құр қолын жоғары көтеріп, достық бейбіт ниет білдірді. Атың кім, деді оған көсем. Пауло, деді ақ адам. Түсінеді екен ғой, деді көсем Ваура тайпасының адамдарына қарап. Бұл араку тілін қайдан біледі? Мейірбан ақ адам көптен бізбен бірге аң аулайды. Наукуауа, Трумай, Майнаку тайпаларында да болған. Әкең бар ма? Көсем ақ адамға қайта бұрылды. Жоқ, деді ақ адам Ваура тілінде. Аты кім? Рикардо. Шешең бар ма? Бар. Қай тайпадансың? Ақ адам өзінің қай тайпадан екенін ұмытып қалғандай саусақтарын жыбырлатып ойланып қалды. Қай тайпадан дейсіз бе? Деп қайта сұрады. Мен ешқандай тайпадан емеспін. Оның мұнысы өте ерсі жауап болғандықтан көсем таңырқап маңайына ажырая қарады. Жұрттың бәрі де бір-біріне ажырайысып таң-тамаша кейіп білдірді. Мен, деді абыржыған ақ адам. Ғафу өтінем, дұрыс айтпадым. Мен испан тайпасынанмын. Испан? Иә, Испания. Көсем ондай да тайпа бар ма еді дегендей сұраулы пішінмен тағы да маңайына көз тастады. Олардың жүздерінен де ондай тайпа бар ма еді деген күмәнді кейіп білінді. Қай жерді мекендейсіңдер, деді көсем. Испания ма? Испания бұл жерден қашық, деді ақ адам қолымен күн шығыс жақты сілтеп. Атлант мұхиттың ар жағында. Атлант, ол қандай теңіз? Көсем ұзақ тұрды. Бірақ ешкім ештеңе түсінген жоқ. Испан деген не қылған тайпа, ол қай жақта, неге ешкім білмейді? Қадалып сұраған сайын жер су аттары тым бөгде жаттанып, қонақтың бір сөзінен бір сөзі қиындай берді. Ақыры сұрақ тоқталып, от басында отырғандар қонақпен сәлемдесуге кезекке тұрды. Пауло деп бәрі де қонақтың атын атады. Ақ адам қолын кеудесіне апарып, жылы жүзбен иіліп тағзым етті. Келесі күні
Бірнеше жігіт ағаш кесіп жапырақ жинап ақ адамға лашық тұрғызды. Сырттан садақ асынған бірнеше жауынгер күзетке қойылды. Ақ адамға ешқашанда сенуге болмайды, деді ең кәрі шал Янамакуа. Ақ адамды жын перінің рухы бар, сондықтан оған ешқашанда сенуге болмайды. Бірақ ақ адам өте мейірбан, ақ көңіл, жомарт жан болып шықты. Еркектерге қағазға оралған темекі, балық аулайтын қармақ, әйелдерге шыны моншақ, бояулы жұқа мата, балаларға тәтті үлестірді, ал көсемге мылтығын сыйлады. Пауло аз күннің ішінде тайпа тіршілігіне етене араласып сіңісіп кетті. Жұртпен бірде ерте тұрып өзеннен су әкеледі, киімдерін жуады. Балықшылар әкелген олжадан үлес алып тамақ пісіреді. Кейін балықшылармен бірге балыққа да барды. Тіпті киімдерін шешіп, аракуларға ұқсап жалаңаш жүретін болды. Паулоны қаны сүймеген жалғыз адам Янумака шал. Янумака Паулоның сыйға ұсынған темекісін де алмады. Маңына да жолатпады. Паулоның опа бермейтін туралы түс көріпті. Кесірі тиеді деп те кейді. Ол ашығында отырып, ақ адамнан періште қашады. Періште қашса, бақ та қашады, әруақтар да желеп жебемейді. Янумаканың айтуынша, өте ертеде Аракту тайпасы күнгей беттегі алтын өзеннің қожасы болыпты-мыс. Өзеннің жағалауы да, суы да сап-сары алтын екен. Ауа да, жын сайтандар рухынан да өлім жітімді білмейтін бейбіт ел болыпты. Бірақ күндердің күнінде бой басын қаптап алған жүзі адам шошынғандай сұп-сұр қаңғыбас жанның кесірі тиеді. Сұп-сұр бәле күнгей беттің бәрін кезіп, тыныстайтын ауаны арамдаған соң, сайтандар елінен от шашатын әскер жинап, қалың елді қырып салған. Содан Араку елі шегіне өзеннің бергі бетіне өтіп, қалың орманды паналап қалыпты. Енді тағы да ақ адамның осы өлкеден балық жеп су ішуі жақсы ырым емес. Тағы да кешкі ауаға жаңғырық қайталанған қиқу шықты. Арғы беттен дәл сондай жауап қиқу естілді. Көп ұзамай ағысты өзеннің ерінен Ваураның қайығы көрінді. Де ақ адамды бір жола шығарып салу үшін екі жігіт қайыққа отырды. Қош болыңдар достарым, деп айқайлады Пауло аракуларға. Сосын өткен жолғыдай жайраңдай күліп достық ниетпен қолын көкке көтерді. Киякуда бұдан кейін ақ адамды екінші рет көрді. Бет аузын жүн қаптап кеткен тақырбас жуан кісі бірнеше серіктерімен келіп, достасу белгісі ретінде көп адамға балыққа құратын ау, кіп-кішкентай ашып жабылатын пышақ үлестірді. Көсемнің әйеліне иіс су сыйлады. Жиын алаңында отырып, тайпа басшыларымен әңгімелесті. Қайтарында уақытша жолбасшылық қызметке балықшы шал Тукамоны өздерімен бірге ала кетті. Кейін олар жиі келетін болды. ұн, тұз, қант, сабын әкеліп, аңның терісінен моншақ тастарға айырбастады. Олардың әкелген заттары шынында да кісі таңғалатындай өте әдемі болатын. Сондықтан ақ адамдардың қайықтары көрінісімен еркектер де әйелдер де қолда бар бұйымдарын көтеріп, у-шу болып жағалауға жиналатын. Жағалауға бармайтын тек Янумака. Янумака өте қорқақ шал. Сондықтан ақ адамдар келе жатыр деген хабарды естісімен лашық сыртындағы қалың ағашқа кіріп тығылып қалады. Немесе лашығының есігін бекітіп шықпай қояды. Янумака жас күннен өте қайратты, айлакер аңшы болған деседі бұл күнде. Әбден қартайған, күн сайын кешкілік ересек балаларды алаңға жинап алып, Араку тарихындағы ұлы көсемдер туралы, тайпалар арасындағы қырғын соғыстар туралы аңыз әңгімелер, ертегілер айтқаннан басқа қолынан келері жоқ. Ертегі тыңдауға Кияку қатарлас кішкентай балаларға дейін жиналады. Кияку шалдың әңгімесін жан тәнімен беріліп тыңдайтын. Алдында отырған Кумбаның иегін сүйеп қойып, көзі жылпылықтап, әр сөзін қалт жібермеуге тырысады. Кумба әлденеге жалт бұрылғанда, екеуі мұрындарымен сүзісіп қалады да, бұларда өздерінен ең бір қызық оқиға болып көрініп,
үн шығармай булығып ұзақ күледі. Көсемнің ерке қызы шыдай алмай дауыстап күліп жібергенде бүкіл балалар тіпті құлағын шала еститін. Янумаканың өзі бұларға таңырқай қарайды да, содан кейін ғана екеуі тынышталып қайтадан ертек тыңдауға көшеді. Ертеде, дейді Янумака, тамақ шайнағанда егін қисаңдатып. Елік пен адам дос болыпты. Елік адамдардың ізгі ниеттің мейірбан екенін білген соң қашпай, солардың маңайында жүрген, олар елікке жем беріп, су беріп, асырайды екен. Осылайша әлгі елік өзге еліктерден оқшау бақытты тұрмыс кешіпті. Бірақ күндердің күнінде қалың орман ішінде адасып қарны ашқан бір адам әлгі елікті сойып жемек болып садақпен атады. Қатты жараланған елік әйтеуір қолға түспей қашып шыққан. Бұл қалай болды деп ойлапты елік. Адамдар ізгі тілекпен мейірбан еді ғой. Олар өлтіруге тиісті емес еді ғой. Бұл қалай? Сонда періштелер аян беріп, ей сорлы елік, сен ағаттық жасап адам баласымен дос болдың. Олардың ізгі тілекті мейірбан екені рас, бірақ сенің жарық дүниемен қош айтысуың үшін 100 мейірбан адамның ішінен бір зұлымды болса да сол жетіп жатыр емес пе деген екен. Елік өз үйіріне жетіп барып жан тапсырыпты. Өлер алдында адамдарды маңдарыңа жолатпаңдар, өйткені олардың ішінде бір қанша жүр деп өсиет қалдырыпты. Янумака өзімен өзі болып ойланып отырады да, ертеңінде неге айтқанын түсіндіру үшін қорытынды жасайды. Біздер сол елік секілді ақ адамдармен дос болдық. Олардың ішіндегі бір зұлым біздің түбімізге жетуі мүмкін. Кейде Янумака балалардың топырлатып қалың ағаш арасындағы ұшар басына жалғыз банан өскен биік төбеге әкелетін. Төбеден көз жетер жерден бәрі айқын көрінеді. Таяғына сүйеніп әрең көтерілген Янумака құмға қисайып демін алады. Бұл дейді, ентігіп отырып, бұрын қарауыл төбе болған, анау жасыл таулы көрдіңдер ме? Соның етегінде қасиетті көл бар, 5 күндік жер. Сол көлдің жағасында өте ертеде күн атты адам тұрыпты. Қазір күн құдіреті күшке айналған. Бірақ адам болып тұрған кездегі сол орнында араку үшін қасиетті бір зат бар. Ол аң мен балықтың жаны. Су тартылып, ауаға балық күтпеген кездерде елік басқа жаққа ауып жер ескірген кезде араку тайпасы шапағат тілеп сонда барады. Бұдан кейін Янумака ормандағы рухтар о дүниедегі өмір туралы әңгімеге көшеді. Кеш түсіп, ымырт жабылады. Орман алқабы қарауытып, кенет жоғары жақтағы ақ адамдардың мекен тұрағы тұсынан қаз қатар жылтыраған ғажайып оттар көрінеді. Олар жанған отқа ұқсамайтын. Жұлдыздар секілді жымың қаққан ерекше бір сәулелі сиқыр оттар еді.